Жеміс ағаштарын жаз мезгілінде кесу туралы видеода тұрақты оқырмандардан сұрақ болды. Жеміс салып тұрған, жемісі бар жеміс ағаштарында жаз мезгілінде кесуге бола ма деп. Әрине, жеміс салып тұрған жеміс ағаштарында кесуге болады. Өйткені мына кескен кезде біз көп жылдық бұтақтармен жұмыс істемейміз. Мына жас бұтақтар осы жылы өсіп жатқан бұтақтармен жұмыс істейміз жазғы кесу жұмыстарында. Сондықтан да мына жемісі бар жеміс ағаштарында жеміс салып тұрған кездерінде де кесуге болады. Бірақ та бұл жерде бір ерекшеліктері бар, соған мән беру керек. Не үшін кесіп жатырмыз және де қандай жеміс ағаштары кесіледі. Мына жерде алдымызда бізде өте жас алма ағашы, биыл 4 жыл 5-ші жылға қарай кетті. Өткен жылы 1-ші жылы жемісін салды, биыл да жемісін салып тұр. Міне өте тамаша жеміске толы алма ағашы, бірақ та бұл жас ағаш. Енді бұл ағаштың ерекшелігі, бұл да мына тамыр бөлігі өте мықты өсуші, орысша айтқанда семенной подвойға телінген алма ағашы. Өзім телгенмін кішкентай кезінде. Сондықтан да осындай жеміс ағаштарын тежеу мақсатында жаз мезгілінде кесу бізге пайда береді. Біріншіден, қазір мына жеміс ағаштарын қазір кесетін болсақ, көктем кезінде біздің кесуіміз аз болады. Ал енді көктем кезінде біз аз кескен кезде мына гүл салуы жақсырек болады. Сондықтан да осындай жеміс салып тұрған жеміс ағаштарында кесеміз. Қай бұтақтарын кесеміз? Барлығын кесе бермейміз, бет алды. Мына жерде қаңқа бұтақтардан бастап жұмыс істеп бастаймыз. Мынау ортаңғы діңгек. Бізде ортаңғы діңгек, мына жетекшісі қалдырылған ортаңғы лидері тігінен кеткен осындай шырша бейнесіндегі алма ағашы. Одан кейін ортаңғыдан кейін жан-жағына қарай кеткен мына жетекші қаңқа бұтақтардың жетекшілері бар. Мынау бар, міне 2, 3, 4. Бұл жерде төменгі деңгейде 4 бұтақ, 5 бұтаққа дейін болады. Егерде мына ортаңғы жетекші бар болған кезде. Сол кезде енді мына қаңқа бұтақтарды таңдап аламыз. Олардың жетекшілеріне тиіспейміз. Алдыңғы видеодағыдай оларға тиіспейміз. Ал енді осыдан жоғары орналасқан, осы төменгі қаңқа бұтақтан жоғарғы деңгейде орналасқан бұтақтарды біз өзіміз соны таңдап алуымыз керек, және де солармен жұмыс істеуіміз керек. Міне ортадан мына жерді қалыңдатып тұр, мына жерде міне жеміс салып тұрған мына қаңқа бұтақ бар төменгі, оның үстінде міне қалыңдатып тұр. Осындайларды алаңсыз біз кесе берсек болады. Мынандай жаз кезінде кесудің тағы бір әдістерінің бірі, міне бүгін емес, осы биыл өсіп шыққан мына жас сабақ, содан мынандай бір 10 см, 7-8 см қалтырамызда осылай қысқартып кесеміз. Осы әдіспен жасаған кезде біздің мына жеміс ағашының өсуіне ешқандай шектеу болмайды. Міне мынау да орта деңгейде тұрған бұтақтардың бірі, ол да қатты өсуші. Міне мына жалпы айтқанда мына екі ортадағы мына көлеңке түсіруші, қалыңдатушы бұтақтарды осылай қысқартамыз. Мына жақта міне жеміс салып тұрған бұтақ бар, мына жақта жеміс салып тұрған бұтақ бар. Соның ортасында міне ортаға қыстырылған бұтақтарды, бұлар қаңқа бұтақ емес, бұлар мықты өсуінің қажеті жоқ. Ал енді мына бұтақтарды біз қысқартпаймыз. Бұлар мықты өсу керек. Бұлардың өсу деңгейі жақсы болу керек. Осыларға көлеңке түсіруші, мынау мен мынаның ортасындағы бұтақтарды міне қысқартамыз. Мына екіге бөлініп кеткен. Осының бірін аламыз. Біреуін алдық, ал енді екіншісін жартысына дейін мына жерден қысқартып қоямыз. Міне. Бұл жерде жеміс салып тұрған мына көп жылдық бұтақтарға ешқандай тиіспейміз біз. Жемістің ешқайсысын кеспейміз бұл жерде. Ал енді мына қаңқа бұтақпен жұмыс істейтін болсақ, төмен жақтан мына орысшасын айтқан кезде скелетная ветка дейді. Міне төменгі деңгейдің бір бұтағы. Енді осының мысалын көрсетейін. Мына жерде де міне ішке қарай кеткен бұтағы бар. Осыны алып тастасақ болады. Одан кейін міне жемістері бар. Ешқандай жеміске де тиіспейміз. Және де ұшында қысқартпаймыз мұның. Үш жағындағы мына жетекшісі бар ғой. Жетекшісін қысқартпаймыз біз. Бірақ та жетекшісінің мынандай бәсекелестерін алып қойсақ болады. Және де мынау ішке қарай бағыт алып өскендерді де
осылай жартылай қысқартып қоямыз. Жеміске ешқандай зиян беріп жатқан жоқпыз. Біздің жеміске тиісіп жатқан жоқпыз. Сонымен қатар бұл жерде қатты артық та кесіп қоймау керек. Өйткені мына жемістердің жетілуі үшін бұл жерде жапырақ болу керек. Мына жапырақ арқылы жеміс ағаштары кез келген өсімдіктер фотосинтез арқылы бұлар азық алады. Азықтың жартысын бұлар тамырдан алса, ал жартысын мына фотосинтез арқылы, одан кейін мына углекислый газдарды өзіне қабылдау арқылы бұлар азықтанады. Сондықтан да кесу керек екен деп өте қатты кесіп қоюға да болмайды. Бірақ та мынандай қалыңдаған бұтақтарды кескен ешқандай зиян бермейді. Міне қалыңдатып тұр ішке қарай. Мынау міне мықты бұтақ ішке қарай тігінен өсіп тұр. Осыны аламыз. Міне мына жердің мына төменгі бұтақтарға күннің түсуіне қамтамасыз етеміз. Мына жерде тағы да мына жердің көлеңке түсіруші бұтақтарды алған кезде бұл жерге күн түседі де күн түскен жерге гүлдік бүршіктер тағы да жақсырек қалыптасушы болады. Жақсырек қалыптасады. Артық кеспейміз. Бізде сөз бар ғой, артық қылам деп тыртық қылма деген сияқты. Сол сияқты бұл жерде қай бұтақты кесу керек екенін білу керек. Дәл сол бағытта жұмыс істеу керек. Мына жерде мынау қаңқа бұтақ тұр, мынау төменгі мынау тұр. Оның екі ортасындағы мынаны біз алаңсыз кесе берсек болады. Бұның ұшын былай қысқарта берсек болады. Міне бұның қатты өсуіне біз жол бермейміз. Және де мына жерде де мына бұтақ тұр. Міне оның да ұш жағы қаттырек жоғары кетіп жатыр. Оны да осылай қысқартамыз. Міне сол кезде күн сәулесінің мынаған түсуіне көмектестік. Мына бұтаққа, мына төменгі бұтақтарға да күн сәулесінің жақсы түсуіне әрекет жасадық. Мына бұтақтарды қысқарту арқылы, мынаны қысқарту арқылы, және де мынаның үстіңгі мына жақтарға да күн сәулесін түсу үшін жол аштық. Осылай әдіспен айналып шығамыз. Әрбір бұтақты осылай қарап шығуға болады. Барлығын алып беталды кеспейміз. Мынау төменгі мына жерде жақсы көрініп тұр екен, жетекші бұтақ. Төмен жағынан бастап көрсетейін. Келеміз. Мына бұтақтардың ешқайсысына тиіспейміз. Бұлардың бәрі дұрыс өсіп жатыр. Міне келе жатырмыз. Тек мына үш жағындағы мынаны ғана алып тастасақ болады. Міне болды. Ұшында қысқартпаймыз. Болған. Мына жерде бір бұтақта істейтін жұмысымыз осы ғана. Бірақ та мына екі ортадағы мына қалыңдатушы бұтақтарды осылармен жұмыс істесек болады. Мынаны қысқарттық. Осы әдіспен жеміс салып тұрған жеміс ағаштарында осы әдіспен кесе берсек болады. Одан кейін тағы да бір қызықты нәрсе, мына жерде мынау күздік алма. Осы бәрі жасыл, көк алмалар. Ал енді мына жерде үш түйір қызыл алма тұр. Сондай бір қызықты жағдай. Бұл жерге мен басқа сорттың қаламшасын мына жерге теліп қойғанмын. Сондықтан да мына жеміс ағаштарының барлық жағы бір сорт болса, мына жерде бір бұтақ бізде басқа сорт болып тұр. Енді қандай сорт екенін көру үшін мына жерде тезірек жеміс алып, осының жемісінің қандай екенін көру үшін осындай кейде осылай басқа сорттан ағаш діңгегіне осылай теліп қоятын жағдайлар болады. Діңгек емес, жанына тараған, діңгектен тараған бұтақтардың біріне осылай теліп қойылды. Бүгінге осындай мәлімет пайдалы болды деген ойдамын. Осындай әдіспен жаз күндері кескен кезде мына жеміс ағаштарының қатты өсуін тежейміз. Сонымен қатар мына көлеңке түсіруші бұтақтарға, төменгі бізге қажет бұтақтарға көлеңке түсіруші артық бұтақтарды алған кезде бұларға күн сәулесі жақсырек түседі. Сол кезде гүл бүршігі жақсырек қалыптасады. Және де келесі жылы көктем кезеңінде біздің кесу жұмысымыз аз болады. Ал енді көктем кезеңдерінде кесу аз болған кезде гүлдің ашуы көбірек болады. Гүл жақсы ашылады. Әсіресе мына мықты өсуші тамыр бөлігі семенной подвой, дәннен өсірілген телітушіге телінген жеміс ағаштарына өте маңызды осы әрекеттер жасалуы қажет. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.